Баршаңызға сәлем достар. Денсаулық арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге иммунитетті нығайтатын қоспа жасауды ұсынамын. Сіздерге ұсынылатын қоспа жүрек жұмысын жақсартып, күні бойы сергек жүруге септігін тигізеді. Мұнымен қатар иммунитетті нығайтуға көмектеседі. Бізге қажет азық-түліктер: 300 грамм грек жаңғағы, 300 грамм кептірілген өрік, 300 грамм инжир, 300 грамм қара өрік, 300 грамм қара мейіз, 2 стақан бал, 2 лимон қажет болады. Кептірілген өрік калийдің қайнар көзі болып табылады. Қара өрік ішек жолын тазалайды. Мейіз миды қоректендіреді. Ал жаңғақ болса жүрек ауруларын емдейді. Лимон мен балдың пайдасы мол екеніне ешкім күмән келтіре қоймас. Жоғарыдағы 7 дәмнен өзге жаңғақ түрлерін бадам, жер жаңғақ, пісте немесе кептірілген жемістерден құрма қосам десеңіз де еркіңіз біледі. Кептірілген жемістерді жылы сумен жақсылап жуып, аздап кептіріп аламыз. Барлық қоспаны лимонды қабығымен қоса ет тартқыштан өткіземіз. Үккіштен де өткізуге болады. Барлығын балмен жақсылап араластырамыз. Осымен қоспамыз дайын. Оны салқын жерде сақтағаныңыз жөн. Тамақ ішер алдында күніне 2-3 рет 1 шай қасықтан қабылдап тұрсаңыз болады. Иммунитетіңіз нығайып шыға келеді. Суық тию сияқты ауруларды атымен ұмытатын боласыз. Балаға да күніне 1 қасықтан беріп отырсаңыз пайдасы мол. Қоспамыз таусылғанға дейін қолданып, арада 1-2 ай өткен соң қайталап дайындай берсеңіз болады. Құрметті көрермендер, менің алда шығатын пайдалы видеоларымды жіберіп алмас үшін қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып қолдап кетулеріңізді сұраймын.